Оқушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбы экология. Ғалымдардың айтуы бойынша, әр жыл сайын планетада 15 миллиардтан астам ағаш кесілуде. Біз әр жылы 7,3 миллион гектар орманды жоғалтамыз. Әр минут сайын футбол алаңдарының 20-сына тең орман аймағы жойылады. Сонымен қатар әлемдегі әр 5-ші ағаш қағаз шығару үшін кесіледі екен. Сонымен қатар ЮНЕСКО жариялаған бірыңғай ұлттар ұйымы су ресурстары тетігіне қатысушылар мен серіктестер дайындаған жаңа есеп бойынша бүгінгі таңда 2,2 миллиард адам әлі де таза ауыз суға қол жеткізе алмай жүр, ал 3,5 миллиард адам қауіпсіз санитарлық жағдайларға ие емес. 2002 жылдан 2021 жылға дейінгі кезеңде құрғақшылықтан 1,4 миллиардтан астам адам зардап шеккен. Орта есеппен бір адам күніне 1,2 килограмм қоқыс шығарады. Әрине, әр елде көрсеткіштер әртүрлі. Дамыған елдерде тұрғындар көбірек қоқыс шығарады, ал кедей өңірлерде аз. Дегенмен есептеуді жеңілдету үшін орташа мәнді алайық. 9,6 миллион тонна, бұл шамамен 960 мың үлкен жүк көлігі қоқысқа толтырылған. Ерасыл, жаңа сабақта мұғалім айтқандай, экологиямыз нашарлап бара жатыр екен. Солай шығар. Ерасыл конфет қағазын жол бойында тастай салды, ал Айкөркем мұны байқамады. Сау бол, Ерасыл. Сау бол, Айкөркем. Қорықпа, мен сені алып кетем. Ерасыл, жүр бізбен бірге компьютер клубқа. Үйде қал, күшігім. Мен де барамын, жігіттер, жүріңдер кеттік. Атың шеш, не қарап тұрсыңдар, атың шеш. Ерасыл қатты ойынның қызығына кіріп кеткен соншалықты уақыттың қалай жылдам өтіп кеткенін мүлдем байқамады. Атың шеш, не қарап тұрсыңдар, атың шеш. Аман болыңдар, жігіттер, мен үйге қайттым. Ерасыл үйге кіре бере анасының телефонмен сөйлесіп тұрғанын байқады. Алло, бұл мен, Ерасылдың анасы. Ерасыл үнемі оқудан кеш келеді. Не себепті? Оқушылар үйге қайтып жатыр ма, жоқ па, соны қадағаламайсыздар. Мұғалімсіз ғой. Анашым ашулы, менің кесірімді мұғалімге қатты сөйледі. Мұғалімнің алдында ұяттымын, тіпті кірге тест таппай тұрғанымды қараш. Бұл не болды тағы? Ғажайыптар әлеміне қош келдің, Ерасыл. Мен жасанды интеллекті бар роботпын, ал мына ақсақал сиқыршы. Сенің мұнда тап болуың жайдан жай емес. Саяхаттап қайтайық, мұнда 3 портал бар, әрқайсысы әр кезеңге телепорт жасайды. Біріншісі дәл қазіргі шақ, екінші болашаққа, ал үшіншісі өзіңе байланысты, Ерасыл. Сиқыршы, бұл неткен керемет табиғат, орман. Дұрыс айтасың, бірақ осы табиғатқа залалын тигізіп жатқандар да бар. Мысалы, осында демалуға келгендердің жауапсыздығынан өрттің шығуы қаншама аң құсқа зиянын тигізеді. Адамдар ормандардағы ағаштар көптеп кесіп, тау-тастарды бұрғылап ашық түрде тастап кетіп жатады. Ал фабрика мен ірі өндіріс ошақтарынан шығатын химиялық зиянды қалдық суларды теңіздер мен мұхиттарға төгіп жатыр. Соның есебінен балықтар мен теңіз жануарлары қырылуда. Енді біз, Ерасыл екеуміз болашаққа саяхат жасайық. Міне бұл болашақтың қаласы. Охо, неткен ғажап, ұшатын көліктер, роботтар мен адамдар бірге жүр. Ал болашақтағы ауылдардың көрінісі қалай екен? Ерасыл, демек болашақтағы ауылды көруге барамыз.
Ауыл осы Ерасыл. Міне нағыз керемет, жаңа технология мен ауыл шаруашылығының біте қайнасып кеткенін қараш. Ерасыл 3-ші порталға жалғыз өзі еніп кетті. Ерасыл қайтадан сабақтан қайтып бара жатқан кезіне тап болды. Ерасыл, жаңа сабақта мұғалім айтқандай, экологиямыз нашарлап бара жатыр екен. Солай шығар. Бұл жолы Ерасыл конфет қағазын қоқыс жәшігіне салды. Сау бол, Ерасыл. Сау бол, көркем. Қорықпа, мен түнек алып кетемін. Ерасыл, жүр бізбен бірге компьютер клубқа. Үйде қал, күшігім. Мен де барамын, жігіттер. Жүріңдер, кеттік. Атын шеш, не қарап тұрсыңдар? Барлығы дәл бұрынғыша қайталана берді. Ерасыл тек қоқысты жәшікке тастағанына мәз болып, қалғандарына мән бермеді. Аман болыңдар, жігіттер. Мен үйге айттым. Ерасыл үйге кіре бере анасының телефонмен сөйлесіп тұрғанын байқады. Алло, бұл мен, Ерасылдың анасы. Ерасыл үнемі оқудан кеш келеді. Не себепті? Оқушылар үйге қайтып жатыр ма, жоқ па, соны қадағаламайсыздар. Мұғалімсіз ғой. Баласының мұндай жаман әдеттерін байқаған әкесі баласының бөлмесіне келді. Балам, сенде бәрі дұрыс па? Балам, кез келген ісіңе жауапкершілікпен қара. Деп әкесі Ерасылға ақылын айтты. Мұғалім, сізден өзім үшін де, анам үшін де кешірім сұраймын. Түсінбедім, не үшін кешірім сұрап тұр Ерасыл? Ал мұғалім ештеңені түсінбей таңғалып қалды, себебі сол күні қайтадан енді басталып еді. Ерасыл, жаңа сабақта мұғалім айтқандай, экологиямыз нашарлап бара жатыр екен. Ерасыл енді бәрін түсінді. Енді бұл жолы барша қателіктерін түзетуге әрекет жасады. Сау бол, Ерасыл. Сау бол, көркем. Ерасыл, жүр бізбен бірге компьютер клубқа. Ерасыл балаларға ермеді, күшікті үйіне алып келіп сүт құйып берді. Ерасыл бөлмесінде кітап оқып отқанда анасының кешкі асқа шақырған даусынан оянып кетеді. Оянған Ерасыл мұның бәрі түсініккен түсінді. Ерасыл енді жауапкершіл боламын деп өз-өзіне уәде берді. Міне, отбасылық кешкі аста бәрі арқа-жарқа болып отыр. Осыдан асқан бақыт бар ма?